басында тәуелсіздіктің 30 жылдығын мерекелеу маусымын ашып берген жалпы ұлттық қайырымдық істер марафоны бүгін өз мәресіне жетті. Инициируя марафон добрых дел, глава государства предложил казахстанцам совместными усилиями строить сообщество, главные ценности которого – принципы щедрости, доброты и простое человеческое желание изменить жизни людей в лучшую сторону. По всей стране тысячи неравнодушных граждан и организаций приняли участие в проекте, сделав его поистине общенациональным. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев атап өткендей, бізге қоғамдағы сенім мен өзара көмек ахуалын нығайту қажет. Қайырымды істерге ең көп жастар мен волонтерлерді жұмылдырған өңірлердің бірі ретінде біздің облысымызда да атанды. С момента старта марафона инициативу поддержали более 100 неправительственных организаций и представителей малого и среднего бизнеса, крупные предприятия, волонтерские группы, представители высших учебных заведений и колледжей. Жыл тұлғасы белсенді филантропиялық қызмет үшін жеке тұлғаларға тағайындалады. Кузьменко Петр, Павлодар облысы. Ең мейірімді аула жеңімпаздарды анықтау кезінде көршілердің бір-бірімен қалай араласатындығында, қиын кезеңде бір-біріне қалай көмектесетіндігінде баса назар аударылды. Бірінші орын иегері Павлодар облысының Ертіс ауданына қарасты Ертіс кентіндегі Гагарин көшесінің тұрғындары. Ең мейірімді ұжым аталымдағы үздіктердің ішінде үшінші орынды иеленген Железин ауданы орталық кітапхана жүйесі еншіледі. Павлодар облысы Железин ауданы. Келесі номинация ең мейірімді мектеп деп аталады. Үшінші орын иегерлері ретінде Павлодар қаласының нөмірі 7-ші орта мектебінің өкілі. Қоршаған ортаға мейірімділік танытқан жеңімпаздарымызды сахнада күтеміз. Бірінші орын иегерлері Общественное объединение для лиц с ментальными нарушениями Аль-Рами, ЦР Аргус, Павлодарская область. Номинация звучит так: «Самый добрый регион». Самые лучшие из лучших в различных номинациях. И сегодня мне выпала честь озвучить, что самый добрый регион – это Павлодарская область. Павлодарская область, только вперед! Будьте такими же всегда первыми в этом марафоне добрых дел.